Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай кезектегі салатымыз жауатын боламыз. Бұл салат басқа салаттардан өзгеше, баклажанды сүйсініп жейтін жандарға арналған салат болады. Өзім көбінесе қою салаттарды ұнатқаннан кейін, мен жауған салаттардың бәрі қою болып шығады. Осылайша бізге керекті заттардың бәрін сыртын аршып, дайындап, жуып, тазалап алатын боламыз. Дайындап алған заттарымызды бірін шетін бірін турап бастайтын боламыз. Менің бір баклажаным ұшып та кетті. Осылай ең алдымен баклажандардан бастаймыз. Баклажанымызды тазалап, үлкен нарезка қылып кесіп аламыз. Үлкен етіп кесуіміздің себебі баклажандар өз орнын қалпын жоғалтпайды. Қалай турап салдыңыз, солай өзін ұстап қалған үшін үлкен қылып тураймыз. Қыстың кезі алып жесеңіздер, кәдімгі жаздағы баклажанның дәмі болып тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Маған тақтай ыңғайсыз болды, сондықтан қолмен турап кеттім. Осылайша бәрін турап дайындап алып, үстіне тұз салып, су құйып, тындырып қоямыз. Жасау жолы аса қиын емес, қору талап етпейтін оңай салат. Сіздер де жасап көріңіздер.
бізде алмай 400 грамм, құмшекеріміз, тұзымыз, лавр жапырағы мен кептірілген укропымыз, болгарскийіміз, көлемін өздеріңіз қалғандай турай бересіздер. Сәбізді барынша жіңішке тураңыздар. Қалампыр мен чеснок. Мен турағанды ұнатпаймын, осылай шығарып жібергенді ұнатамын. Баклажан и томатный согымыз. Енді дайын заттарымыз бірін бірін жайғастыратынымыз. Ең алдымен ыдысымызға ағымайымыз құямыз, ешқандай қуырылмайды. Жалпы оңай салады. Ағымайымыз үстіне пиязымыз саламыз. Салғанда бәрі жеріне теңдей қып сала беріңіздер, шашып тастап дегендей. Жалпы осылайша пиязымызды шашып тұрып саламыз. Турағанда бірігіп тұрған, осылай ашып жіберіп салып жіберетін боламыз. Жалпы мен негізі кішкентай ыдысқа істемекші болған едім. Заттарым мөлшері көп болып кеткеннен кейін осылай үлкен ыдысқа жасадым. Бірақ қайнап аз қалды. Соның өзінде 9 литр шамасында банка шықты. 2 литрлік, 1 литрлік араластырып жауып алдым. Пиязымыздан кейін сәбізімізді саламыз осылай. Сәбізді жіңішке етіп турай беріңіздер. Сәбізімізден кейін болгарскийімізді да тура осылай шашып салып шығамыз. Мен үлкен тураған себебім өзінің формасын сақтап қалу үшін. Қатты майда қылып қайнатып жіберсеңіздер, болгарскийден қабығы ажыралып, болгарский езіліп жоқ болып кетеді. Соның үшін көп қайнатпаңыздар. Баяу отта 30-40 минут көлемінде қайнатып алсаңыз. Одан кейін болгарскийлерімізді теріп шығамыз. Осылай үстіне бәрін теріп дайындап шығатын боласыздар. Ал мен болгарскийлерімді салдым. Баклажандарымды салдым. Айтқандай тұзды суға салуды еш ұмытпаңыздар. Ащысы шығып, өзінің ащыларын шығаратын болады. Көбінесе баклажан қосылған салаттар жауға қорқады екен, себебі атылып кетеді деп білмеймін, мен өте қорыққаным да жоқ. Бір Аллаға тапсырып, бұйырғаны болар, көрерміз деп жасай салдым. Көбінесе атылып кетеді, баклажан қиын, баклажан жаппай қой сал деген сияқты сөздер көп болды, комментариялар. Жалпы сіздер де баклажан жауасыздар ма, ойларыңызды айтып кетіңіздер. Согымызды саламыз. Согымыздан кейін чеснок, қалампырымызды саламыз. Осылай бәрін дайындап, бірін үстіне бірін салып дайындап аламыз. Шекер саламыз. Үлкен аз қасықтай, менде 3 қасықтай болды. Тұзымызды салдым. Тұзымыздан кейін лавр жапырағы мен укропымызды салатын боламыз. Осылай мен керек заттардың бәрін салып дайындап алдым. Қыздар, соктың ыстық кезде дәмі анық білінбейді. Мен бір қайнап шыққаннан кейін азырақ жарты шөміштей ыдысқа салып қоям. Оны суығаннан кейін жеп көрем. Сол кезде анық білінеді. Осылай қайнап шыққаннан кейін айтқандай көп қайнатпаңыздар. 30-40 минутта баяу отта қайнатсаңыздар, бұрқылдап қайнаса жетеді. Осылай қайнап шыққаннан кейін банкамызды стерилизация етіп, қапағымызды бір ыстық суға салып дайындап аламыз. Дайындап алған банкаларымыз үстіне дайын салатымызды құйып, қапағын жауып, бұрағышпен жауып тастаймыз. Менде ең алды жаңалықтың бірі, мен банка бұрай алмайтын едім, мүлде. Сонымен аяқ асты бұрайтын болып, бұрап кеттім. Өзім де таңғап тұрмын. Жалпы банка бұрау деген аса қиын тірлік емес екен ғой. Оп-оңай екен. Енді бұл өзім бұрап, мен өзім болып жүрмін. Мен үшін бұл да бір қатты үлкен бір қуаныш. Өйткені әр банка жауған кезде күйеуімге жалынатын едім. Жауап берші, өтініш, қай уақытқа торлап берейін, қай уақытқа боссын деген сөздер болатын еді. Қазір ондай мүлде банка жабудан бас қатырмайтын болдым. Алдағы уақытта бұдан да жақсы рецепттермен бөлісемін. Мен арнамда болыңыздар. Мен арнамда жеңіл,
қолжетімді бағадағы рецепттермен бөлісетін боламын. Мен арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған Гүлбахар. Видеоны аяғына дейін көрген болсаңыздар үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар.